Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге осындай ерекше дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөліспекшімін. Бұл пирог бисквитті әрі заварной креммен және вареная сгущенкамен жасалады. Өздеріңізге сақтап алыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ол үшін бізге бірінші заварной кремді дайындап аламыз. Сүтке жұмыртқаның сарысын қосамыз, сары май қосамыз. Бұл жерде температура маңызды емес. Қантқа кукурузный крахмалды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл заварной креміміз комочек болып қалмауы үшін міндетті түрде осылай араластырып қосыңыздар. Жақсылап араластырып отқа қоямыз. Баяу отта үздіксіз қозғап отырамыз. Осылай үздіксіз қозғаудың нәтижесінде қоюлана бастайды. Және қайнап жатқан уақытта, үлкен көпіршіктер шыға бастаған уақытта крем дайын деген сөз. Мінекей. Дайын болған кремді кондитерлік мешокқа салып, суытып аламыз. Ыстықтай бисквитке қосуға болмайды. Осылай кондитерлік мешокқа салып, аузын теспейміз, осылай қойып қоямыз. Енді вареная сгущенкаға сары майымызды салып, екеуі біркелкі масса болғанша ерітеміз. Отымыз орташадан сәл төмен болу керек. Үздіксіз қозғап отыру керек, себебі күйіп қалуы мүмкін. Осылай біркелкі масса болғанша ерітеміз. Одан соң какао қосып, тағы да жақсылап араластырып отырамыз. Масса қою күйге енуі керек. Міне, видеода көрсетілгендей, осындай жылтыр әрі қою күйде болады. Оттан алып, оны да кондитерлік мешокқа салып, суытамыз. Енді бисквитімізді дайындап аламыз. Жұмыртқаны бір миксерлеп аламыз. Одан соң қант қосамыз. Барлық рецепт описаниеда жазылады.
Осылай қант пен жұмыртқаны ағарып көпіргенше және көлемі ұлғайғанша миксерлейміз. Енді осы массаға сметана қосамыз. Тағы бір миксерлеп алып, ұнға разрыхлитель қосып, електен өткізіп қосамыз. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Соңынан сұйық май қосып, тағы бір миксерлейміз. Міне қамырымыз дайын. Осындай масса шығады. Формамызға салып, жан-жағына жаямыз бисквитті. Үстінен қаттан баспаңыз. Форма диаметрі 24 см. Одан кішіге де, одан үлкенге де жасауға болады. Енді дайындап қойған заварной креміміз бен вареная сгущенканы бетіне саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп орналастырсаңыздар болады. Енді вареная сгущенканы саламыз. Жіңішке етіп кесуге де болады. Кондитерский мешокты. Мінекей осылай бисквитімізді қызып тұрған 180 градуста пеште 35 минутқа пісіріп аламыз. Пештің аузын ашпаймыз. Мінекей осындай пирог дайын. Пирог өте ерекше дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Жадыра.